Қазақ тілі 124 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы елордасы елімнің шылау. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайсың, шылау туралы түсінік аласың. Балалар, оқулығымыздың 111 бетіндегі 19 жаттығуға қарайық. Мәтінді жақсылап түсініп оқып шығамыз. Мәтін кім, не туралы? Көкесі мен баласы туралы, кішкентай Карлсон туралы, баланың қиялы туралы. Мәтіннен негізгі ой берілген бөлікті тауып, мәтінге ат қой. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Мамырдың 6-сы сынып жұмысы. Енді 20-шы жаттығуға көңіл аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен де осылай ұшсам ғой. Көке, сізге бірдеңе айтайын ба? Сөйлемдердегі қарамен берілген сөздерге назар аудар. Жеке тұрғанда мағынасы бар жоғын айтып көр. Яғни балалар, бұл жерде де, ғой, ба деген сөздер қарамен беріліп тұр екен. Бұл сөздердің мағынасы бар ма жеке тұрғанда? Жеке тұрғанда бұл сөздердің ешқандай мағынасы жоқ. Біздің тілімізде сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып, немесе сөзге қосымша мән үстеп тұратын көмекші сөздер болады екен. Бұл сөздерді шылау деп атайды. Шылау өз алдына толық мағынасы жоқ сөздер. Шылаулар мен, бен, пен, және, да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе, дейін, шейін, қана, ғана, қой, ғой, үшін, туралы, ақ. Енді балалар, 21-ші жаттығуға қарайық. 21-ші жаттығуда бізде барлығы Қазақстан деген өлең берілген. Осы өлеңді жаттап, жатқа жазамыз. Шылаулардың астын сызып, олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын айтамыз. Өлеңдегі да, те жеке тұрғанда мағына білдіре ала ма? Жарайсыңдар балалар, осы тапсырмаларды орындап болсаңдар, оқулығымыздың 113-114 беттеріндегі 22, 24, 25 жаттығуларды өз беттерінше орындаймыз. Жақсы балалар, тапсырмаларды оқыпты, әдемі, каллиграфиялық талаптарға сай орындауға тырысайық.